Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео жеке дамуға арналады. Ендеше кеттік. Біз бәріміз бірдей нәрсені қалаймыз. Біздің әрқайсымыз өмірде барынша жайлылыққа жетуге тырысамыз. Бұл жолдағы өзін-өзі дамыту, өмірдің әртүрлі саласында жетістікке жету үшін өзіңмен жұмыс жасау. Бұл сізді ерекшелендіруге және санаңызды арттыруға көмектеседі. Бастау ешқашанда кеш емес. Егер сіз мүмкіндіктің шегіне жеттім деп ойласаңыз, және басқалардың жетістігі қолжетімсіз болып көрінсе, онда сіз өз ойыңыздың құрбанысыз. Және сіз не үшін жақсарғыңыз келетіндігін, жақсару үшін уақытты қалай табуға болатындығын, неге әлі бастамағаныңыз туралы ойлануға уақыт бөлмесеңіз, сіз ешқашан орныңыздан қозғалмайсыз. Біз барлығымыз әртүрлі заттарды жақсы көреміз. Сондықтан бұл жұмыс әрқайсымыз үшін ерекше. Осы тұста адам ретінде өсуге көмектесетін әмбебап әдістердің тізімін ұсынғым келеді. Олардың алғашқысы білім алуды әдетке айналдыру. Жақсы әдеттерді өмірімізге енгізуіміз керек. Мысалы, күн сайын жаңа нәрсені үйренуді бастау. Егер біз өз өмірімізде еш нәрсені өзгертпесек және ол аяғына дейін солай болса, онда біз қазірдің өзінде өлдік деп айтуға болады. Өзіңді тірі сезіну дегеніміз не? Тірі адам зейінді, әрі белсенді болады. Біздің назарымыз әрқашан бір жолмен жүретін болса, кез келген жағдайда біздің іс-әрекетіміз автоматты түрде болады, және ол өсуге, дамуға бағытталмайды. Демек, біз өзімізді белсенді, әрі зейінді деп санай алмаймыз. Келесі, энергияны ысыраптамау және демалу. Егер сіз сергек болсаңыз, әдетте кешкі 10-нан түнгі 2-ге шейін не істейсіз? Мен бұл сұрақты әр жасөспірімге қойғым келеді. Біз көбіне уақыттың жетіспеушілігінен зардап шегеміз, бірақ біз мүлдем пайдасы және мағынасыз нәрселерге қанша уақыт жұмсаймыз деп ойладық па? Күнделікті іс-әрекеттеріңіздің пайдалы екендігін анықтау үшін күніне кем дегенде бір рет уақыт бөліңіз. Өз қалауыңызға жету үшін уақытты ысыраптауды тоқтатыңыз және оны бақылауға алыңыз. Өз қалауыңызды анықтаңыз. Сіз белгілі бір істерді не үшін жасайсыз? Неге сіз қазір бір нәрсені қалайсыз, ал біраз уақыттан кейін мүлдем басқаша? Неліктен сізде қазір күшті болуға, спортпен шұғылдануға, дұрыс тамақтануды ұстануға мотивация бар? Бірақ 5 минуттан кейін сіз мұны жасамауға сылтау таба аласыз. Біз бәріміз өзімізді керемет білетіндігімізге сенімдіміз, яғни біз кім екендігімізді және қандай да бір себептермен кейбір нәрселерді жасайтындығымызды түсінеміз. Алайда сіз өзіңізге объективті қарым-қатынас жасай білуді және өзіңізге сырттан қалай қарау керектігін ұмытпаңыз. Өз тілектеріңіздің сәйкестігін байқауға үйреніңіз. Жеке өсу мүмкіндігіне ең болмағанда аздап жақындаудың тиімді әдісі сіздің ішкі қайшылықтарыңыздың қожайыны болу. Келесі, өзіңізге физикалық қамқорлық жасау. Физикалық қабілет бақытты сезіну, өмірдің жақсы сапасын сезіну үшін өте маңызды. Сіздің физикалық күйіңіз сіз ойлаған деңгейге жетуі керек. Сіз мұны жаттығулар жасау, дұрыс тамақтану және жеткілікті ұйықтау арқылы жасай аласыз. Тиісті май, су, жанармай және тұрақты күтім болмаса автомобиль қалыпты жүре алмайды. Оның бөліктері автомобиль толығымен құлағанға дейін біртіндеп істен шыға бастайды. Бұл біздің денемізде де болады. Денеңізге мұқият болыңыз. Оған керісінше емес, өзіңіздің мүддеңізге сай әрекет ету мүмкіндігін беріңіз. Келесі, жеке өзін-өзі дамытудың қадамдық жоспары. Үйлесімді тұлға барлық өмірлік жоспарларда бір уақытта күшті бола алады. Өзіңізді біркелкі дамыту үшін сізге өсудің барлық негізгі векторларын қамтитын қадамдық жоспар құру қажет. Бұл жоспар әркім үшін әртүрлі. Жоспар құрған кезде сіз барлық бағыттарды ескеруіңіз қажет. Біздің әлемдегі көптеген адамдар білімге тәуелді. Олар көп білім жинайды, бірақ содан кейін нақты бір іс-әрекетке бармайды. Бұл жеке дамудың жалған сезімін тудырады.
Енді сіз өзіңізді дамуды неден бастау керектігін және өзін-өз жетілдіруге қалай басымдық беру керек екенін білесіз. Өзіңіздің дамуыңызда жетістікке жетуге көмектесетін осы қарапайым 5 ережені ұмытпаңыз. Видео ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы!